Құжаттарың бар ма? Аға, біз сіз қазір бәрін түсіндіреміз. Түсіндіргенде құжаттарың болса берсеңдерші құжат. Ой, бля, 20 машина алдың ғой, қойсайшы. Қой, құжатым. Жотам жігіттер қалаға ма? Иә. Бір өтініш болып береді. Айттым, ұрланған машина біреуімізде право жоқ, документ жоқ ешқайсысы. Ештеңе қылмайды, білген жоқ қой. Білген жоқ. Қуаттың қышы. Қайда құтылып кеттік ше. Біттік, болды, ұсталдық, сотталдық деп ойлаймын мен ше. Қазір қалаға жетеміз, машинаны бір жерге қоямыз, арға дальше жаяу жүреміз керек. Ой, қалада правила бұзбасаң ешкім ұстамайды сені. Қақтан ұстамайды, бәрі істейді. Өлең ойыңшы. Қақтан қоям. Сен ұрланған машинада өлең бола ма саған? Мынаған бассай бар ғой өлең. Барын, номерлерін планшетке сап тексеріп жүрейін ба штрафын? Қойшы. Өздері қалаға дейін бір тиын сұрамай сүйреп келе жатыр ғой. Жақсылыққа атып қайтарар да. Көре салайын ба? Все-таки для интернета. Қойшы. Қойшы. Өшір, мен сендерге бір анекдот айтып берейін. Қамбар Сардар сендер туралы ғой, ағасы мен інісі деген сияқты. Бір күні ағасы інісіне, інім сен, аю қуып келе жатса не істейсің деген ғой. Інісі, ой, қашам депті. Сөйтіп анау ағасы, о, аю қатты жүгіреді деген ғой. Соны інісі анау талға шығып кетемін деген ғой, ағасы. О, аю талға шығып кетеді сенің артынан деген ғой. Сөйтіп інісі, онда талдан түсемін да оқ атып жүгіремін деген ғой, ағасы. Ол да аю да талдан түсіп алып сенің артынан оқ атып жүгіреді деген ғой. Сонда тыңдасай, інісі ше, сен братан, менің братанысың ба, жоқ әлде аюдың братанысың ба деп айтады. Аюдың братанысың ба дейді да. Артыңызға қайын түсті. Өздері жүрген машина шығар, өтіп кетеді ғой. 5 минут болды анау. Қалмай келе жатыр артымыздан. Қатты жүріп көрші кән, жетпей қалатын шығар, может жете алмай қалатын шығар, қатты жүрші кән. Маған что-то қатты жүріп жатқан жоқ па? Қаншамен кетіп барады? Анау қалысып келе жатқан жоқ. Мынау ше, біздің ұрланған машина екен, біліп қойды деймін осылар ше. Бас. Ей, абайлаш. Қазір қатты едек кетті ғой. Қазір қайтарып атқан жоқ. Ма. Жай жүрдеші аналарға. Жүр. Осыдан құтылып алсақ болды, короче. Машинаны тастаймыз, жүреміз. Айтқан тыңдау керек те жаңа. Қаш. Баш. Жүре алмай қалдың, бассай газды. Бассай. Басып келе жатыр қой. Мен машинам, ұрланған машина, біреудің машинасы. Тақтан білесің. Қарашы. Алдыңа қарашы, алдыңа қарашы. Қарап келе жатыр мен. Абайлаш мына жер. Тоқта деймін. Йом. Тоқта, Қат жүріп кеткен жоқсыңдар ма, Қат жүріп сүйреден кеткен жоқсыңдар ма? Қайда ұшып баратсыңдар? Біз машина сүйреп келе жатырмыз. Айып етпеңіздер, біз қат жүріп кетіппіз. Бізден қашқан сияқты болдыңдар ғой. Ағаны біздің бензин аз болған соң қалаға дейін жетпей қала ма деп басып айдағанбыз ғой. Айып етпеңіздер, планшет тап шығайын ба қазір? Болды жігіттер, рахмет. Қалаға дейін жеткізіп тастадыңдар ғой. Бензин бар ма сіздерде? Ғабит, багажда 10 литр бензин бар. Балдарға бере салшы, жетіп алсын. Бағанасы менттер тоқтатқан кезде қорқыныштан тілімді жұта жаздадым ғой. Тілің жұтқан ештеңе емес. Главное, қазақ тілін жұтып қойып, басқа тілде сөйлеп жүрмесең болды. Омар Қаям арамызда жүр дейсің ғой, Негізі машинаны жаңа айдыла тастап кеткен дұрыс болды. Машинаны тастап кеткен ештеңе емес. Главное, балаңды тастамасаң болды.
Сен көтін қыспасаң, қазір сені тастап кетеміз да, қаям. Негізі сол машинаны тастамай-ақ қою керек еді. Қалада тәртіп бұзбасаң ешкім ештеңе демейді саған. Сон ауылда бұзып қойғанмен жұмысың жоқ па? Кімді? Не кімді? Кімді бұзып қойдың жаңа? Тәртіпті. Болмайды, нәрсе айта бермеш па? Жиги, мына магазиннен ше, су, пу, нан, пан, киетін-пейтін анау-мынау алайық да. Маған десе, сен бүкіл сөзің жұп-жұбымен екен де. Жеги, өзімізден аяймыз ба? Ақыр қалаға келдік қой. Ішке кіріп, ақшаның бетіне қарамай, бір-бірге без газ судан ішпедік па? Маған қалада келгендегі мақсат бір түрлі емес па? Іше алмайсың без газ су. Простой судың ценасын білесің мағанша тұратын? Су простой, цена крутой дейсің ғой. Тас бар ма, оның басын жаратын, Тіл тас жарамаса бас жарады. Короче, жігіттер, мен сендерге ше, горилла берейін, горилла ішсеңдерші. Брат, ол денсаулыққа зиян емес па? Сен ана без газ суың қалтаға зиян болып тұр ғой. Қой, ішке керек кет. Мынау не? Театр ма? Не болды? Енді не істейміз, қаға барамыз? Білмеймін, менде план жоқ бака. Маған разница да жоқ. Онда сен Арбатқа барсай. Соқтаса арман жоқ, мақсат жоқ, сен сияқты қол бостар жүреді да. Қойшы, қайдағы Арбат? Не айтып кеттіңдер, салтанатты бар тау болмаймыз ба? Айтпақшы, салтанатта арман мақсат бар ма еді? Білмеймін, не алдық? Сол арбат жақтан көреміз дегенде. Ой, күлі, жыртып жібердің. Болмайтын нәрсе айтпаңдаршы. Қой, кеттік па? Қақа кете бересің. Адам кішкене бірдеңе істемес бұрын ақылдасып, ұйымдасып бірдеңе істейтін шығар. Қарасай, түн болды ғой. Онда жататын жер іздейік, демалайық, шаршадық. Кішкене чувствовалығым бар еді, іздейші ана телефоннан. Жататын жер табайықшы. Шаршап кеттім. Аяқта отказ берді. Жарым болып қалған. Мен не айттым ғой соны? Сол жатайық, демалайық деп айттым ғой мен де соны. Сондай ма? Көрші. Өз үйім, өлең, төсегім дейсің ғой, Чат келген, Тамақ несі ұрып тұр ғой. Зор бұл ма, О, вы кто? Вы что, с ума сошли? Берем десе, тыштан да бере деген ғой, Кешіріңіз, сіз кімсіз? Я все поняла. Вы мне сейчас будете рассказывать, что вы в мой дом по ошибке зашли, будете на жалость давить, что вам ночевать негде, что вам до утра нужно остаться. Я соглашусь, вы будете за мной вчетвером ходить, хихи-ха-ха, повеселимся. Нетушки. Ау. Я вам сейчас покажу. Костя, у нас гости. Охо, мынау кәдімгі сантехникпен бірге жүр дейсің ғой, Вы кто? Братан, кешірші, біз шатасып кетпіз ше. Короче, братишки, көп сөз бок сөз деп айтады ғой күйреп футболкасында. Так что давайте ноги в руки и пошли вон отсюда. Мына орысың қазақшаны беріп тұр ғой, Таңғала бермесе, жаттап алған ғой. Короче, жігіттер, сендер осы жерде дайын тұрыңдар. Мен барып сөйлесіп келейін, Болды. Короче, братан, мен семен башына-баш кетпеймін. Негізі дәл осы квартираны бізде 25 мың теңге без газ су ішпейді жалдадық. Біз бұл квартирадан кетпейміз. Жігіттер, любой кипиш дайын тұрыңдар. Разнараз болса разнараз, паразым болса паразым. Шоң екеуі бір мағына емес па? Түсіндің ба? Сен кімсің? Мен Олжабаймын. Жоқ, сен кімсің? Адаммын мен. Жоқ, кімсің сен? Ой, бір Алланың құлымын, бір қазақтың ұлымын, Найманың жиені, Қоңыраттың сәсет, Сіргелдің күйеу баласының чодам. Короче, клоун, ты смотри, допрыгался у меня. Давай отсюда, я тебе говорю. Кімсіңдерсіңдер? Братан, біз квартираны жалдап аламыз, ақша бер. Мы тоже эту квартиру сняли? Білмеймін ештеңе, бұл менің үйім, давай құрыңдар үйден. Аға біз... Білмеймін, ағам шығыңдар давай. Бағана орысыз машина екен, Орыс қызым, қойшы. Не істейміз, қаға барамыз. Сен де соны көріп біліп алсаң болады, дұрыстап. Ой, қайдан білейік. Тура сол квартираны орыстарға да бізге де арендаға сатып жіберген. О, сондай екен ғой, сондай алаяқтар бар екен ғой. Ала деген да квартираны.
2-3 адамға береді дағын өзі тайып қалады. Хозяйны вообще басқа біреу. Сол ишактың шаны OLX-те квартира бар деп жазып қойғаннан қауіптеніп емше? 5,5 адам OLX-те квартира бар дегенде қауіптене ма? Кілтті қолыңа беріп үйге бармайым, өздерің бара беріңдер дегенде қауіптенбейсің ба? Қо деген. Ақшасына беріп қойдың ба? Иә да, ақшасын беріп қойдық қой. Молодец қой. Жиги, мен Файзулла көкенің жиенінің нөмірі бар, хабарласайын ба? О, Хаям, басыңнан айналып қана кетейін сенің. Басы істедегің оңда, жармаған дұрыс бопты. Звоныш. Алло? Ассалаумалейкум. Бізге Файзулла көке беріп еді нөміріңді. Көмек керек еді. Азанға дейін жататын жер керек еді. Яна қуама. Азанда хабарласса дейді. 5,5 адам дұрыстап сөйлеспейсің сон. Адам жататын жер керек еді деп сұрай ма? Жататын үй керек деп сұрамайсың ба? Бәрін қоласына. Жүріндер енді кеттік. Қайда кете бересің, қайда кете бересің? Жатамыз дейін жерге барып. Паркке ма бір жерге барып жатайық. Негізі қыз дегеннің атын проблема деп ауыстыру керек қой. Неге? Қарасайын да өзің. Қыз іздеп келдік. Жүрісіміз мынау. Жататын жеріміз жоқ. Қош, өйстіп жылана бермеш. Өмір ғой енді ол. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады. Өбіш, аяғы тәтті болатын білсең айтпайсың ба соны? Сыраз аяғынан бастамадық па? Жатайық та? Қазақ елі. Налар кімдері? Физикадан дайындалу керек негізі. Кезеңдерші, бері қарай, жақындасыңдаршы. Олжабай, бұл саған ауыл емес. Тем более ана салтанатты жататын жер таппай жүргенде сен жағыңды іздеп қалмайық. Болды, брат, кете беріңдер онда. Кете беріңдер болғанда бізде осы жаққа жатамыз ау па еді? Жайша? Жайша болғанда негізі біз студентпіз. Общагада орын жоқ. Студенттерге квартира бермейді. Берген квартиралар удай қымбат. Үстіп жүріп сандалып едіміз. Өздерің жайша жатсыңдар ма бұл жерде? Біз ана үйде кондиционер бұзылып қалған ғой. Соған далада салқында жатырмыз да. Қиын студенттерге негіз. Квартира жоқ, общагада орын жоқ. Бұлар сабақ оқи ма, университетте отырып, әлде кешке қай жерге қонамыз деп уайымдай ма? Осыдан кейін ел қалай дамиды, студенттерге қалай сенесің? Мейлі жігіттер, келіңдер жата беріңдер, қазақтың жері кең ғой. Сиямыз бәріміз. Тұра тұр. Мына жерде әйтеуір біреуге сатылып кетпеген ба? Қазір шетелден біреуге, тұрыңдар деп тұрмасын? Жата берейік, келіңдер. Қай жақтан боласыңдар, жігіттер? Көке, тұр. Не жатсыз? Жатсыз жайлы болсын. Тұр давай. Немне бәле, қалан адамдардың бәрі далада ұйықтай ма? Көке, келсеңші болмаса жатсаңызшы. Сиямыз бәріміз. Жатсаңшы, адам, мына жер газон. Газон басуға болмайды деген естімегесіңдер ме сендер? Бұл нанның ұсақ емес шығар, басуға болмайтын көке. Тұр, давай, штраф. Көке, біз түннің жарымында кім тексеріп жатыр, жата берейікші. Мен кеп тұрмын ғой, сендер тексеру кеп тұрмын ғой. Мен тексерем сендер. Тұр давай барың. Қай, штрафын төле болмаса. Тұр, тез. Көке. Тұр. Штраф. Біз қазір бір ақылдасып алайық көке. Қанша теңге екен ол штрафы? Сенде кімде ақша бар ма сенде? Қазір бір минут аға, жүрсеңдер сәл, мына жаққа қарай сөйлесейік.
Қайырлы таң, қазақ елі. Не болды саған, Инстаграмда 250 подписчигі бар. Ешкімге қызық емес, блогерлер құсап қазақ елі деп қайта жеп қойдың ғой. Бүгінгі не проблема бар енді? Проблемасы несі? Не план бар деп отырмын да. Біздің өз бүкіл план проблема болып кетіп жатыр. Қош. Файзулла көке звондады. Не дейді? Біз сотқа беріпті. Іздеп жатыр дейді. Айттым ғой, ешкім білмей қалады деп. Сотталамыз енді, түрмеге түсеміз. Жылана бермеші. Ауылға бармай қоя тұрамыз біраз. Именно біздің ұрлағанымызды біліп қоймаған шығар. Біліпті ғой сол. Бүкіл ол айтыпты ғой, біздің машина итеріп бара жатқанымыз. Білет, сол Файзға айтқан шығар барып бірінші ойбай, аналар машина итеріп бара жатыр деп. Мамашканы қыдырып кеткен хорошо жақсы болып тұр ғой бізге. Жиги. Жиен звондап жатыр. Алшы. Алло? Біз ба? Парктеміз ғой? Білмеймін қай парк екен. Айналада? Газон бар, тал бар, скамейка бар. Центральный парк деші. Центральный парк екенбіз ғой? Болды. Не дейді? Келе жатыр. Вот, қайырлы таң, қазақ ел. Что-то неғып жүрсіңдер жігіттер қалада енді. Побег ұстап келдік, брат. Кім? Не кім? Кім ұстақ болды жаңа? Білдірдіңдер мәне. Басында бір нәрсе бүлдіргенбіз ғой. Сосын сол көп нәрсе болып кетті. Короче, брат, қиналып кеттік. Тығылатын жер керек бізге. Короче, біздің жақта дәу стена артына тығыласын, таппайды. Жоқ, ондай жер емес. Кәдімгі ұзақ уақыт тығылып өмір сүретін жер керек. Болды ғой, короче. Содан сәл ары жүрсең вагон бар. Ішіне тығыласын, жоғалып кетесің, таппайды. Мынадан қайыр жоқ, басқа малын көрейік. Ойнап жатыр ма жігіттер? Байымдағанды түсініп тұрмын ғой бәрін. Мен үйіме барасыңдар. Жолшыбай қаланы қыдыртамын. Бір кафе бар, тамақтан айтаман. Мама ғой. Машинаны жер тұр кеттік па? Анауын көрдіңдер ма жігіттер? Русалка деген сауна. Іші зор, шыққын келмейді анайын кіресіңді. Кайфуша, ақша оғанда бір апарам балдар. Мұны отырған көрдіңдер ма? Көкесік деген жер. Перваштар обязательно барады оқуға түскенде. Бірінші перваш болып түскен кезде біз барғанымызды талай стипендия түскен кезде ше. Мына жер. Сосын сендерге ау жерді кәсіп отыр. Кеп қалдық. Финта деген пивнушка. Кешке қаланың жартысы осы жерде. Суғарылады, короче, жамырап. Көрдіңдер ма? Анау көрдің ғой, зданияны. Туман деген кальянный. Қалам, туман құлаққан осылары, короче, қазір. Малман ау, какой-то некси. Кіші шығар бұл. Мал, вообще мал. Тоқтап қалдым мал. Немеге айдайды деймді, көзіне қараса болады. Анау баня бар ғой, анау тұрған. Көкестің ар жағында тұр. Сол пары зор, кайф. Шомылатын жер таза бассейнімен. Жип қысып өтті ғой сен? Не болды, брат, жип қысып өтіп көт қыстың ғой. Жоқ, әркімге ерексе беруге жылайын жоқ та, просто сабырлы болу керек қой, просто. Сен не, брат, оңшең осындай лаш жерлерді біледі екенсің да? Мысалы, мынау, екі этаж не здание мынау? Мынау ма? Білмеймін. Оқыса да кітапхана деп жазылып тұр ғой. Кітап оқымағалы қай заман, біз мектеп бітіргенімізде 5 жыл болды ғой. Маған бір сорпа. Мен қалыпсы жеймін. Точно ма, болды ма? Шақыра берейін ба? Қазір мұжып отпаңдар. Қарындас, девушка.
нәпсің тиін. Қайырлы күн. Қош келдіңіздер. Не қалайсыздар? Маған бір үй бере саласыз ба? Түсінбедім. Кешіріңіз, менің досымның осындай түсініксіз әзіліне кешірім сұраймыз. Суши беріңізші бізге. Вообще қандай суши? Бұл плов центр. Плов бұл жерде. Суши жоқ. Суши бар. Саған плов центр. Суши болмайды. Айтып отыр ғой суши бар деп. Суши бар ма? Я. Болды, онда маған бір плов бересіңіз. Маған да плов беріңіз. Ташкентский, самарханский, домашний пловтар бар. Ташкентский береміз. Ташкентский тасып қалды. Онда самарханский береміз. Самарханский да жоқ. Домашний ше. Бұл керек, қазір көрем. Әйбім, ешқайсы жоқ болса, немен жыртылып шүйін айтып отырсың? Сол біліп жүрсін деген ғой сол. Енді айтқанда біліп жүрсін деп. Дұрыс қой біліп жүргеніміз. Қалаға келген соң бір необычный тамақтардан жейік та. Паста жейік. Паста ма? Маған онда пастаның альфартын бересіңіз. Альфард? Иә. Альфредо деңіз. Альфард деген машина ғой айдайды. Сон бересіңіз. Жақсы, 10 минутта дайын болады. 10 минутта? Сендер точно не заказ бергендерін білесіңдер ма? Зубный паста кеп тұрмасыңыз? Уайымдамаңыз, зубный паста емес, тамақ қой ол. Ойба. Мына құлағы жаманға тиісті ма дедім ма? Құлағым естиді, тағы бірдеңе керек па? Керек, девушка, тыныштық керек. Сәл жай, құлағымды жарып жіберейін деп қалдыңыз ғой. Құлағы бет тұру. Бұл бір біткен іс болды, өмірімдегі ең дәмді тамақ осы болған шығар мен. Қой, өмірде ең дәмді тамақ анаңның пісірген тамақ емес па? Жоқ, біз мамашық бұндай тамақ істей алмайды. Қатырмайды бұндайды. Біз мамашық мантыны өлтіріп істейді. Мантысы нормально енді. Аналар өткендегі полиция емес па?